Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгінгі біздің эфиріміздің басты тақырыбы әуе көліктері. Атап айтар болсақ, тікұшақтар жайында болмақ. Қазіргі таңда елімізде 22 ірі әуежай компаниясы қызмет көрсетіп отыр. Соның 14-нің арқасында біз әлем елдерімен еркін қарым-қатынас жасап отырмыз. Бүгінгі күні еліміздің барлық үлкенді-кішілі қалаларында әуежай салынған. Атап айтар болсақ, біздің Алакөл ауданымыздың орталығы Шарал қаласында да әуежай 2017 жылдан бастап халыққа адал қызмет көрсетіп келеді. Аталмыш әуежайдан менің әріптесім Қадырханова Мадинадан сіздер үшін арнайы репортаж. Мадина, сөз кезегі өзіңде. Қайырлы күн. Біз бүгін іргесі жақында ғана қаланған Шарал әуежайын алдында тұрмыз. Аталмыш әуежайдан репортаж. Ендігі кезекте әуежай ішіне кіріп жақынырақ танысайық. Шарал әуежайы іргетасын 2017 жылы қалап, қазіргі таңда халыққа қызмет көрсетуде. Көріп тұрғандарыңыздай, ең алғашқы көзге түсетін анықтама бюросы мен касса. Анықтама бюросы арқылы өзіңізге қажетті ақпаратты алып, қажетті бағытта ұшақ билетін ала аласыз. Әуежай ішінде жолаушыларға барлық жағдай жасалған. Күту аймағында 40 адамға арналған орын, ана мен балаға арналған күтім бөлмесі және қызметкерлер бөлмесі ойластырылған. Ұшып кетуге Шарал Талдықорған, Шарал Алматы, Шарал Нұрсұлтан бағытында билет ала аласыз. Алған билетіңіз арқылы тіркеуден өтіп, жүктеріңіз бен сыр киімдеріңіз тексерістен өткізеді. От тудыратын немесе адам өміріне қаупі бар заттарды тексеріс камерасы байқайтын болса, жүгіңізден міндетті түрде алынады. Мұның барлығы ұшу кезіндегі қауіпсіздік үшін жасалған. Ұшып келу аймағында мүмкіндігі шектеулі адамдарды жеткізетін және ауыр жүктерді таситын арбалар ұсынылған. Қазіргі таңда тікұшақтардың пайдасымен қатар зиянды жақтары да бар. Атап айтар болсақ, өткен 2019 жылдың желтоқсанының 27 жұлдызында еліміздегі БКР әуе компаниясының Фоккер 100 авиакөлігі апатқа ұшырап, апат орнында қаншама бейкүнә адамдар дүниемен қош айтысты. Осынау қаралы оқиға әрбір қазақстандықтың қабырғасын қайыстырғаны сөзсіз. Сонымен қатар 2012 жылдың 25 желтоқсаны күні Шымкент қаласы маңында АН-72 әскери әуе көлігі апатқа ұшырап, 27-ге тарта адам көз жұмды. 2019 жылдың 17 қаңтарында Sky Service әуе компаниясының Еврокоптер 130 ұшағы Алматы облысына қарасты Наурызбай ауданына құлап, апат орнында 11 адам қаза тапты. Абырой болғанда жедел жәрдем жылдам келіп, бірнеше адамның өмірін аман алып қалды. Ендігі кезекте егемен еліміздің ертеңі еңселі боларына, алда бізді талай қуанышты, бақытты күндер күтеріне кәміл сенеміз.